Мына 10 жақ қанат біздің келініміз Еркегүлдің командасы болсыншы. Мен команда Еркегүл деймін, бір айқайлап қойыңыздаршы, тойға келген әдемі көңіл күйлеріңізді байқайық. Команда Еркегүл қайда екен? Жастар әдемі. Енді мына сол жақ қанат біздің батырымыз, бүгін қуанып жатқан жігіттің сұлтаны, жігіттің төресі, Рисаматтың командасы қайда екен? Тамаша. Енді қадірлі ағайын, осылай арған екенге жайайық. Ақ дастарханның сәнін кетірейік. Бүгін қуаныш, бүгін той, ойнап күлген дұрыс қой дейді. Той болғасын, тойда ойнап, билеп отырсақ деп жатырмыз. Мынау дастарханның үстінде вилка, пышақ деген бар ма? Яғни шанышқы мен пышақ. Соны қолдарыңызға алыңыздар. Бір қолдарыңызға вилка, Еркегүлдің командасы. Бір қолымызға пышақ. Жоғары көтеріңіздер, жоғары. Жастар, бәріміз. Рисаматтың достары қайда? Так, Рисаматтың командасы, бір қолымызға вилка, бір қолымызға пышақ. Жоғары көтерейік, жоғары. Кімде-кім жоғары көтермейді, соның қолтығы жыртық. Ал. Енді маған қараңыздар. Мен мына қолымды көтерген кезде вилка мен пышақта тың деп соғыстырасыздар. Қолымды түсірген кезде соғыстырмайсыздар. Ал көрейік репетиция. 1, 2, 3. Стоп. 1, 2, 3. Стоп. Тамаша. Мен дирижер, сіздер қазақ оркестр боласыздар. Маэстро, музыка, маған қараймыз. Қарсы алыңыздар, ет дайын болды дегенім ғой, соны айтып жатырмын ағайын. Сонда да қазақтың күмбірлеген күйімен, қазақтың иісі, қазақтың дастарханы, қазақтың байлығы, яғни үлкен табақ ет ағайын. Қарсы алыңыздар. Шап! Міне, құрметті тойшыл қауым, осындай зәулім